Елде жазғы демалыс кезінде жұмыс істеген жасөспірімдердің 70%-ында еңбек шарты болмаған. Демек, жұмыс берушілер заң талаптарын толық сақтамайды. Ауызша келісім жасалып, еңбек қатынастары құжат жүзінде рәсімделмейді. Мұндай жағдайда жасөспірімдердің еңбек ақысы уақытында төленбейтіне, еңбек құқықтары қорғалмайды. Ендеше өңірде жұмыс іздеген жасөспірімдерге қандай мүмкіндіктер бар? Жұмыс орындары жеткілікті ме? Ал еңбек қауіпсіздігі мен құқықтарының сақталуы қалай қамтамасыз етіледі? Тілші материалында. Жасөспірімнің күні-түні смартфонға телміріп, уақытын әлеуметтік желіде өткізгені ешкімге пайда келмейді. Сондықтан жазғы демалысты тиімді пайдаланып, еңбекке араласудың маңызы зор. Ал өңірде жастарға қандай жұмыс түрлері ұсынылады? Жұмыс орындары ынта білдірушілерге жеткілікті ме? Біріншіден, жұмыс берушілердің өтінімдеріне қарай. Ол денсаулыққа зиян келтірмейтін ауыр жұмыстар болып саналмайды. Егер мұна мысалы мекемелерде көмекші ретінде сондай жұмыстар, жеңіл жұмыстарға жолданады, денсаулықтарына зиян келмейтін жұмыс болуы тиіс. Айта кету керек, жасөспірімдерді еңбек шартынсыз жұмысқа қабылдаған үшін шағын кәсіпкерлік нысандары 80, орта кәсіпкерлік нысандары 150, ірілері 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл арқалауы мүмкін. Жұмыс берушілерге қазіргі таңда тек қана түсіндірме жұмыстарын ғана жүргізумен шектеліп жатырмыз. Себебі жаңа айтып отырмын ғой, қазір арнайы бір тексеру немесе рейдтік шараға қосылу, бару біздің заң талаптарының бізге құзырет ондай бермейді. Себебі кәсіпкерлікті де қорғайтын заң бар мысалы. Сол себепті оны барып тексеріп, болмаса бір шара қолдану қазіргі таңда болмай тұр. Сөзге тартқан жамбылдықтардың басым бөлігі жазғы демалыста балаларының уақытын әлеуметтік желілерге арнағанын қаламайтынын айтты. Ал енді бірі қауіпсіздік басты орында болуы керек дейді. Былайынан алсаң, тегін официанттарды алайық. Олардың өзі жап-жас балдар жасайды, и сондықтан дұрыс обслуживание болмайды, и содан кафенің өзі страдать етеді. И сол үшін жас балдарға негізінде басқаша жұмыс қарастырған дұрыс сияқты. Помню, в детстве у нас на каникулах после 9 класса устраивали работать 15-16 лет на летние каникулы. Ну, у кого как получится. Меніңше, кішкентай балалардың 14 жас дегені, ол енді қазір заманына қарай біздің заманымыз тыныш еді. Біз әр кезде жұмыс істесек те әке-шешемізде ешқандай проблема қоймай, біздің әке-шешеміз өте бақытты. Қазіргі балалар қиын еді. Баланы қорғау деген сөз оны еңбектен алыстату емес, керісінше оның еңбегін қорғау. Әңгіме әлі оң солын танып үлгермеген жасөспірімнің қауіпсіздігі мен төккен терінің әділ бағалануы туралы. Өйткені еңбекке баулу мен баланы пайдаланудың арасы бір-ақ қадам. Ол қадамның аты еңбек шарты. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.